Сәлем қыздар, бүгін сіздерге рукколадан өте күшті салаттың рецептісін көрсететін боламын. Бұл салаттың ең негізгі құпиясы тек заправкасында ғана, сол үшін міндетті түрде видеоны соңынан дейін көріңіздер. Ол үшін ең алдымен біз рукколамызды жуып, тазалап, одан кейін оны қағаз сүлгімен, яғни қағазбен суын барлығын сорғытып аламыз. Одан кейін пышақпен осылай 3 бөлікке бөлеміз да, керек емес астыңғы бөліктері, яғни жапырақтары жоқ бөліктерін алып тастаймыз. Одан кейін 2 штук помидорымызды видеода көрсетілгендей қиғаш етіп әдемі формада кесетін боламыз. Кез келген формада кессеңіздер болады. Орташа көлемде кесеміз. Одан кейін 3 шай қасық зәйтүн майын қосамыз, яғни оливковый масло қосамыз. Одан кейін үстіне бал қосамыз. Менде балым сұйық болғандықтан 2 шай қасық қосып жатырмын. Сіздер де солай қоссаңыздар болады. Егер сіздердің балдарыңыз, яғни мёдтарыңыз қою болатын болса, ол кезде 1 шай қасық қоссаңыздар болады. Одан кейін дәміне қарай кішкене ғана тұз саламыз, қара бұрыш қосып жіберіңіздер, және салатқа арналған дәмдеуіш қосып жіберіңіздер, және одан кейін лимонның согын қосатын боламыз. Яғни біз лимонды 2-ге бөлеміз, жартысын, одан кейін сол жартысын тағы да жартыға бөлеміз. Яғни бізде бұл жерде лимонды көп қосудың қажет жоқ, тек кішкене ғана бөлігін дәмін келтіріп тұру үшін ғана қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз да, барлығын жақсылап араластырып, осы рукколаның үстіне құямыз. Одан кейін барлығын осы ыдысымызда тұрып араластырып аламыз. Біздің жаңағы заправкамыз барлық жапырақтарға сіңуі керек, яғни рукколамызға сіңуі керек. Сол үшін жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Одан кейін осындай грек жаңғағын аламыз, 5-6 штук болса жетеді. Соны қолымызбен бөліп кішкентай кусоктарға бөліп тастаймыз. Өзімізге ыңғайлы етіп, орташа қылып бөлеміз. Тағы да 1 рет араластырамыз. Одан кейін тәрелкемізге салып орналастыратын боламыз. Құрметті достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ал егер де кім рукколадан салатты жақсы көреді, дәл осы видеоның астында көптеген салаттардың рецептісін көре аласыздар, және рукколамен қосылған салатта осы менің YouTube каналымда бар. Міндетті түрде жазылып, тіркеліп алыңыздар, және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, және ең үстіне кез келген сырды қосып пайдалансаңыздар болады. Яғни кез келген творожный сыр қоссаңыздар болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.